Баяғыда бір шал мен кемпір болыпты. Олардың 5 ешкі, бір түйесі бар екен. 5 ешкінің біреуі сондай қашаған, сауарда ұстатпайтын көрінеді. Шалын ұстамақ болған қолы ешкінің құйрығына ілігеді. Құйрық жұлынып, шалдың қолында қалады. Шал оны кигіз үйдің жабығына тыға салады. Сөйтіп оны мүлде ұмытып кетеді. Бір күні кемпір сүт пісіріп отырып, егер ұлымыз болса, мына тәп-тәпті сүтті соған ішкізер ем еді. Апа, сүтінді мен ішейінші, деп жіп-жіңішке дауыс естіледі. Мұнысы кім екен? Шіңкілдеген деп кемпір шошып кетеді. Бұл мен, сенің балан, деп құрттақандай құйыршық кигіз үйдің жабығынан секіріп түседі. Кемпір кіп-кішкентай құйыршықты көргенде қатты қуанады. Алдына алып, бетінен сүйеді, сүт береді. Құрттақандай баланы болғанына шал да мәз болады. Бір күні шал отырып, тұз бітті, базарға баратын адам жоқ. Өзім болсам картайдым дейді. Тұзға мен барамын, ата, дейді құйыршық бар даусымен шіңкілдеп. Сен түйен басына да ие бола алмайсың ғой. Уайымдама, ата, ие боламын. Содан құйыршық түйенің құлағына кіріп алады. Сонда отырып, алға, артқа, оңға, солға деп түйеге бұйрық береді. Алғаш жұрттың бәрі неткен ақылды түйе деп таңғалады. Құйыршық тұз сатып алып, үйге қайтып келе жатқанда өзеннің жағасына тоқтап демалады. Ол түйенің құлағына шығып, бір үлкен жапырақты көлеңкелеп жатады. Ал түйе әлгі жапырақты көзі түсіп кетеді де, құйыршықпен қоса бірге асайды. Сөйтіп құйыршық түйенің қарына бірақ түседі. Алайда ол ештемеден қорықпайды. Құйыршық қарында жатып, түйенің айдап отырады. Шал мен кемпір түйенің алдынан шығады. Үстіне атқан тұзы бар, түйе келіп тұр, ал құйыршық жоқ. Құдайым-ау, біздің құрттақандай баламыз қайда? Сорымай, деп жылайды кемпір. Мен мұндамын, апа, жылама, деп ішіңкілдейді құйыршық. Мен түйенің қарнындамын. Амалсыздан қарттар түйені сояды. Бұлар түйені сойып жатқанда құйыршық ұйықтап қалады. Содан оны байқамай, шек қарнын тазартқанда күресінге төгіп тастайды. Құйыршық оянғанда өзінен тағы бір бөтен қарынға түскенін біледі. Бұл жолы ол қасқырдың қарында келе жатқан болатын. Аш қасқыр қойға шапқалы бастап келіп қалғанда құйыршық: аттан, аттан, қойына қасқыр шапты, аттан, деп қойшыға айқайлайды. Дауыстан оятқан кеткен қойшы мылтық атады. Қасқыр жан ұшырып қаша жөнеледі. Ылғи да осылай болады. Содан қасқыр аштықтан аяғын әзер сүйреп келе жатады. Оған қарсы жолыққан түлкі: саған не болған, достым? Арықтағанда қу сүйегін қалыпты. Қасқыр өзінің қайғысын айтады. Ал қу түлкі оған: қой, жылама, көкжалым, мен саған не істеу керегін үйретейін. Тартқаннан тартып сол көлге бар, тұзды суын әбден іш. Сөйтті зорғып құлағанша жүгір, құлаған бетті аузынды аш, ішіндегі жабысқан пәле сонда атып шығады. Қасқыр түлкін айтқан істейді. Құйыршық қасқырдың аузынан тұра тұшы көлдің жанына келгенде атып шығады. Көл жағасында емен түбінде бір аттылы демалып жатыр екен. Құйыршық суға шомылады, киімін жуып кептіреді. Содан білдіртпей келіп, атылын беліндегі кісеніне кіріп алады. Атылы тіп тура құйыршықтың ауылына келе жатқан болатын. Күн кешкере бастайды. Ауылдың шет жағында шал мен кемпірдің үйі тұр. Атылы үйге жақындай беріп: кім бар? деп қонуға рұқсат сұрайды. Біз бар, деген көңілсіз дауыс естілетін кигіз үйден. Нешеусіңдер? Жалғызбын. Жоқ, біз екеуміз, деп айқайлайды құйыршық. Құйыршықтың дауысын естіген қарттар үйден жүгіріп шығады. Құйыршықтың атылын кісеніне атасының мойнында бірақ ақырып секіреді. Сөйтіп үшеуі мал-малданып, жан-жанданып ұзақ өмір сүреді. Қарттар енді уайымды ұмытады. Олардың ақылды,
әрі қайырымды, еңбекқор Құйыршық деген балалары бар еді.